Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Біз жаңа жылда жаңа видеоны жаңа форматта түсіреміз деп шештік. Егер де осындай формат ұнаса, жалғасын тапсын десеңіз, міндетті түрде пікірге жазып кетіңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар. Және де егер де осы видеода сұрақтарға жауапты біліп отырсаңыздар, жай ғана видеоны қарап отырмай, сұрақтарға жауап беріп отырыңыздар. Видеоны ешқандай дайындықсыз, ойда жоқта түсіре салдық. Қыздардың видеоға түсу тәжірибесі де жоқ. Кейбір оңай сұрақтарға да жауап бере алмай қалды. Сондықтан қатты сынамауларыңызды сұраймын. Қазір бір сөзді айтам. Мен қазақша айтам бірінші. Сендер сол сөздің орысшасын айту керексіңдер. Жаңағы деңгей бастауыш деңгейге арналған, былай қиын емес, жеңілдеу. Соңына қарай сәл қиындауы мүмкін. Ал давай, бірінші кетті. Заң. Давай. Мужик. Заң. Заң деген не ғой? Заңға қол қойылды дейді. Жаңадан заң шықты дейді. Я. Үстілдің ұшында тұр айта алмай жатырмын. Енді қазақша келтірсең ол не ол? Неге? Дұрыс. Оны мысалы подсказка берейін. Юристтер көп қолданады бұл сөзді. Нет, уже түсінікті. Юристтер, а? Залмай тұрып қой. Бірінші сөзін бірінші әріп айтайын ба? Х, я. Жоқ. Х емес. З. Тоже. Қазақша сияқты. Заң. Заң сияқты екінші әріпі де А. ЗАГС. ЗАГС деген не екен? ЗАГС деген жұмысқа шыққан. Заң. Задидан басталады дейсіз ба? Задан басталады. Иә, бірінші, екінші, бес әріп өзі. Бірінші, екінші әріпі З, А, Соңғы әріп. Н. Так. Бес әріп. Заң. Орысша қалай еді? Ой, бәй, сөз сөйлеген қызға. Заң. Так, соңғы әріпі Н дедіңіз, иә? Иә. З-А. Тілін ұшында тұр айта алмай жатырмын. Жеңілдер ма? Давай, жеңіл. Закон. Закон, сол тілін ұшында тұр айта алмай жатырмын. Екеуінің дәшкі жоқ. Элементарный нәрсе екен ғой. Более-менее оңай. Өзен. Озеро. Өзен озеро емес пе? Өзен, озеро, көл. Өзен, озеро. Не ғой анау? Речка. Гречка емес пе? Гречка? Речка. Речка, иә. Кім дұрыс айтты? Мен айттым. Жұлдыз айтты, жұлдызға бір очко дұрыс айтасың. Речка. Өзен, речка. Озеро деген ол көл. Келесі. Жолаушы. Жолаушы. Не? Ойбай. Сопровождающий ма? Жоқ. Мысалы сен таксиге отырдың, кім боласың? Не ғой, водитель? Жоқ, сен за рулем отырмайсың ғой? Жолаушы. Чисто қазақша ғой. Күнде қолданып жүрсіңдер сендер. Жолаушы. Пойызға отырғанда кім боласыңдар сендер? Не ғой анау? Адам ғой. Нет, жолаушы. П-дан басталады. Таксист? П. Пас. Пассажир. Дұрыс. Пассажир ма? Иә, пассажир. Аспан. Аспан? Не? Аспан емес па анау? Аспан деген. Аспанны қарашы енді ғой. Посмотри на аспан. Нет, мен тұрмын. Аспан. Луна, анау. Луна деген ай. Иә. Солнце деген күн. Аспан. Жоқ, Посмотри на... Наверх. Наверх. Жоқ. Это уже... Бізден аспан ойда болып жатыр ойлағам. Жоқ, емен. Бір жарым айтайын ба? Айтшы. Н. Небо. Небеса? Небо? Небо болды, жұлдыз айтып қойды тағы да. Бірінші. Маған байсыз. Үш очко, сенде очко жоқ қазір. Кетті, төртінші. Мынау енді білетін шығарсыңдар. Сөздік. Сен білу керексің. Словарь. Словарь ағам. Мә, жаңа басып кетті ғой, төртеу. Төрттің Мен сөзім естімесің, так честно ғой. Қылмыскер. Қылмыскер емес па? П. П-дан басталады. Қылмыскер.
Преступник. О, дұрыс. Бір очко. Тілін үшін Мынау сендерге қиын болады шығар. Бірақ сонда да көрейін. Мазмұндама. мазмұндама не ғой? Бұрын орысша айтушы едім. Излучение ма? Почти келіп тұр. Сен қайта айт, дұрыс келіп тұрмайшы. Келіп тұр, почти дұрыс айтып. Бір әрін қате айтып тұрсың просто. Изложение. О, дұрыс, иә. Дұрыс айтты. 5 очко. 5-те 1. Енді мынаны білетін шығарсыңдар енді. Қазақстан азаматы. Гражданский не? Қазақстан азаматы. Гражданский Қазақстан азаматы. Республика Казахстан гражданский. Гражданский Казахстан республика. Жоқ, республика айтып қажет қой, просто Қазақстан азаматы. Қазақстан азаматы. Енді гражданский. Иә. Айтсайшы. Бұл үрсірінен артында жазылып тұр. Гражданский Казахстан гражданский ма қалай? Не деп кетті? Нет. Жоқ, айтса бір сұраққа. Гражданство емес па? Гражданин келіп тұрсың, азамат деген гражданин. Азамат деген гражданин, иә? Гражданин. Гражданский азамат. Казахстан? Қалай? Дұрыстап айтсай, дұрыстап. Қазақстан азаматы гражданский Казахстан емес па? Гражданский Казахстан. Гражданство Казахстан. Мен тұрмын, азамат деген гражданин. Гражданин Казахстан? Гражданин Казахстана. Кім біршек? Казахстан? Гражданин Казахстана. Иә. Кім айтты? Бір саған берейін ба? Қазақстан Жетісінсі. Ладно, в принципе, бұл бітті қазақша жағына. Енді, наоборот, мен орысша айтам, сендер соны қазақшасын айту керексіңдер. Бабочка. Көбелек. Дұрыс. Бабочка ма или бабушка? Бабочка. Көбелек қой. Иә, кетті. Дикий. Дикий? Дикий қазақша айту керек. Ең қазақша өзің орысша айтып қойды. Жынданып тұратын не? Мен бірақ қазақшада біз дикий дейміз ғой. Сен алғасы дикий екенсің дейсің ғой. Сол. Дикий деген үйде отырып қалғандарды айтады. А? Нет, сон чисто қазақшасы керек, иә? Мысалы, жануарларды тоже бар. Дикий бар. Дикий Үйдің жануар жануары бар, бар. дикий мысқа. Жоқ, мысалы, үйдің жануары бар, сосын бар. Адамдар да бар ғой. Жарайды, жабайы. Жабайы. Ал мынау енді оңай енді. Бедный. Бедный? Бедный деген бейшара. Бейшара емес. Жоқ, қазақшасын сұрап отырмын мен. Бейшара Мағынасын ғой. емес. Бейшара деген жоқ. Жоқ, бедный не емес па? Жетім, неме, бедный. Ақша сұрап адам не деп айтады? Иә. Жетім. Бейшара емес па? Нет, бич. Жоқ. Жоқ, бич. Бедный. А? Тұрмыс нашар адам не деп айтады? Похоже, это бедный жоқ? человек. Бедный. Жағдайы жоқ? Жоқ, бедный. Прямой перевод бар ғой, өзіміздің қазақтың сөзі бар ғой. Бедный. Ана қарсы жағдайы жоқ. Бедный жағдайы қазақша айтады. Ах ты, бедный дейді ғой. Қазақша ғана. Мысалы, бай адам бар. Он богатый дейді. Аха. Соның қарама қарсы бір сөзі бар. Кедей емес па? Вот кедей. Соны білмеймін, ол оңайда өтеді Синоним ғой. аталған аталған. Кедейді Енді мынаны точно білетін шығарсыңдар енді. Природа. Природа? Қазақша? Не ғой? Қыдыру сияқты не? Природа. Біз бүгін природаға шығамыз. Саябаққа шығамыз ба? Саябақ? Нет, саябақ ол парк сияқты болып салады. Қалай? Табиғат аясына дейміз. Жоқ, екі сөз айтқан жоқ, бір сөз тек Табиғат? природа. Просто табиғат, иә. Жылсыға кетті бір очко. Келесі, мынау енді точно қиын енді, бірақ бұл сөз бар біздің қазақтың сөзінде. Персональный компьютер. Персональный компьютер? Компьютер сол күйінде қалады. Компьютер сол күйінде. Компьютер это қазақша керек. Персональный. Персональный деген. Көпшілік ма? Персональный қалай есептеймін? Оны білмейсіңдер, скорее всего. Дербес компьютер. Дербес компьютер дейді. Қазақша оқыдым сөйлеу. Дербес деген ана не емес. Енді мынаны білетін шығарсыңдар. Лидер. Лидер? Иә. Лидер қазақша лидер емес. А? Жоқ. Қазақша сөзі бар өзінің. Бұрында даже программа болды бір каналдан какой-то. Жарыс. Лидер. Бүйтіп алдында біреу жүреді. Алға. Жоқ, соны не деп айтады? Білмейсіздер ма? Лидер метінде білетін Көз шығарсыңдар. ашшы, А? көз ашшы. Көшбасшы. А? Көшбасшысы. Көшбасшы. Безумный. Безумный? Безумный. Безумный? Иә, безумный дейді ғой. Мынау безумный екен деп.
Үндемейтінді айтады ғой. Үндемейтін. Үнсіз? Нет, нет, нет. Олай емес. Молчаливый деп айтады, үнсіз, сөйлемейді адамдар. Безумный. Безумный Мен или... оған безумно ғашық болып қалдым сияқты. Ессіз? Ессіз, Мен ағылмаймын саған осы айтқан үшін тауып. Мына қаланың атын енді білетін шығарсыңдар енді. Москва. Москва. Россия? Россия, Москва кіреді екен. Россия мысалы Ресей дейміз. Москваны. Білмеймін. Москваны қазақша айту керек пе? Иә, қазақшасы бар ма? Бар ма? Мәскеу? О, иә. Сен осымен ұтып барсың, қайта балымды қазір өзім айтармын. Ал мынаны білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? Образец. Образец. Образец не ғой? Тілім ұшып жатыр. Образец. Образец. Не ғой? Түсінік кеме? Түсінік кеме емес. Образец. Үлден бастады, үл. Үлгі. Во, бұл не бітті? Иә, бұл бітті. Жалпы ұпай саны 7-де 7, достық ешкім ұтқан жоқ. Ал сіз неше сұраққа дұрыс жауап бердіңіз? Жазып кетіңіз. Және де осындай формат жалғасын десеңіз, арыда қарай қиындау сұрақтар қойсын десеңіз, және де қандай да бір идея болса, міндетті түрде жазыңыз, біз соны жасаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.